Сәлем! Жаңа стратегиямен, это вообще бомба. E-commerce деген өзі просто так істеп көріңізші, миыны деп түсініп келді миға. Ол соның инструменті болды. Прям ашылып айтып жатырмын. Сәлем, қалайсыздар? Сіздер амансыздар ма? Не жаңалықтар? Деп қойсаң да. Так. Менің рабочий орным ғой, мынау. Қалайсыздар? Дұрыс көрініп тұр ма, дауысым жақсы естіліп тұр ма деп. Бүгін сіздерге айтатын қуанышты керемет жаңалығым бар. Аллаға шүкір өсіп жатырмыз, қалай өсіп жатырмыз, қалай болып жатыр, оның барлығын өздеріңіздер көріп отырсыздар. Алланың қалауымен біз жаңа стратегиямен бір продажаға шыққаннан кейін, то есть бір айда $6000 жасадық. Яғни бір айда болғанда продажа шыққан 10 күннің ішінде $6000 жасадық. Это вообще бомба. Және де біз Қазақстанға топ 1 болатындай бізде продажа жағынан ең бірінші номер 1 болатындай премиум товарлар бойынша нақты ең қымбат премиум класстағы элит сумкалар таптық. Және де олар бізде в наличии. Және де біз оны курс қатысушыларына, Арине менторство, сондай жоғары курс алғандарға біз оларға тегін беретін боламыз. Яғни сіз оларды көріп тұрғандарыңыздай, біз енді $100, $200, $500 мен емес, $1000 жоғары товар сауда жасап жатырмыз. Біз өсіп жатырмыз. Тура солай өмір уақыт тоқтамайды. Егер де сіз ойланып жүрген болсаңыз, ойланбаңыз, все можно, здесь все можно. eBay болашақ, eBay негізінде e-commerce. Негізі өмірде бәрі былайша айтқан кезде қалай айтсам болады? E-commerce деген өзі интернет коммерция ғой. Интернет коммерциялар ол өмірге келеді. Бұрын айтқан кезде дейтінбіз, бірақ ол өмірге келіп тұр бәр нәрсе. Wildberries, Kaspi, Shopify, eBay деген сияқты, Amazon, Walmart, тағы қандай бар, CG-Drop дегендер бар. Яғни солардың барлығы не үшін болып жатыр? Олар біздің өмірімізді жақсарту үшін және де оңай ақша, онлайнда ақша бар екендігін дәлелдеп отыр. Бірінші. Одан кейін қалай айтсам екен, квантовый физика, кванттық әлем бойынша сабақ оқып жатырмыз. Сол жерде вибрациялар дейді. Вибрация қанша сіз қандай вибрацияда жүресіз, сондай вибрацияда тартасыз. Сол үшін сосын ол жерде бір мен түсінгенім, случайность не случайно. Яғни бұл видео не случайно шығып тұр сізге. Яғни сіз нені іздедіңіз, өміріңіз өзгертуге деген шешім қабылдадыңыз. Немесе қазір eBay-мен айналысып жатыр екен, көрсем бе екен деген сияқты. В общем, қандай да бір сізде вибрация кетті, сол бірінші толқын бойынша сізге келіп отыр деген сөз. Енді білімім бөліп жатырмын. eBay-дің жаңалықтарын сіздерге тағы да айтайын. Жаңа стратегия бойынша ID деп айтамыз, яғни ID платформа, ID әр номердің ID-е әртүрлі Wi-Fi мен, қазір біз енді бір аккаунтпен емес, бірден 4-5 аккаунтпен қалай жұмыс жасау жайлы жасап жатырмыз. Яғни үйіңізде қанша ересек адам бар, соған әртүрлі қанша телефон бар, қанша устройство бар, сонымен ашып жасай берсеңіздер болады. Бір плюсы, біз бұл стратегия бойынша менің өзімде бан кетті да. Менде бір кешірім сұрайын. 1, 2, 3. Менің өзімде бір аккаунтым банға кетті. Например, $2900, я. Конечно, мелочь нәрсеге жүрегім ауырды, сонша жасадық, неге банға кетті деген сияқты. Значит, Алла тағала қалады, ол болды. Бірақ мен одан бір опыт түсіндім, что это высокая активность, так нельзя, мынаны істеуге болады, мынаны істемеуге болмайды деген сияқты. Сіздер уайымдамаңыздар, егер де аккаунттарыңыз банға кеткен болатын болса, случайно, да? Білмейміз ғой енді қандай случайно, яғни высокая активность па, или проверкадан өтпей қалды ма екен, или сіз товар сатқан кезде оригинал ма сұраған кезде жоқ, оригинал емес деп жазамыз, енді неше түрлі жағдайлар бар. В общем, сіздің аккаунтыңыз банға кетті, мен сияқты. Енді одан ақшаны ала аламыз ба? Әрине ала аламыз. Неге? Себебі сіз техподдержкаға жазатын боласыздар. Техподдержка мен жаздым, 3 күн қатарынан жаздым, осындай деп, и техподдержка маған айтты, неже көп қоям, көрсеңіздер, яғни 60-170 күннің ішінде міндетті түрде ақша түсетін болады PNR-ға. Неге? Себебі ол ақша, клиент ақшасын төлеп қойған. Сіздің аккаунтыңыз банға кеткен жағдайда по-любому eBay сізге ақшаңызды береді. Ол өзінде алып қалмайды.
яғни верность жағынан. Екінші жағынан, егер де сіз eBay'дің сеніміне кіріп, жақсы табысқа шығатын болсаңыз, правиласын мен енді білім алған менен опыт керек болды. Яғни опытым қазір Аллаға шүкір бар. Мен бұл опытты жақсы бағалай аламын, өзімнің самооценкамды түсінемін. Қазір бастағаным, осыдан ең бірінші видеоларымды көрсеңіздер, что за это ақпарат деуіңіз мүмкін. Мен уже енді бұл видеомда мен уверенно айтып жатырмын да, бізде қазір премиум товар бар. Премиум товарларды қарап отқансаңыздар $1000 жоғары сатып жатырмыз. Бұл эмоция, ол нәрсе болмайды. Например, жоқ, мүмкін емес деуіңіз мүмкін. Просто так істеп көріңізші, миыңызға сендіріп көріңізші. Әрине ми сенбейді, бірақтан ол обязательно өзгереді. Менің бір видеом бар, бұрын салған, сол видеомда айтқан болатынмын. Бай болудың ешқандай секреті жоқ. Бай болу үшін не істеу керек? Бай болуға не керек? Ештеңке секреті жоқ. Қандай секреті бар дегенде? Ешқандай секреті жоқ. Просто так миға айту. Мидағы нейрондар міндетті түрде жұмыс жасайды. Ол нейрондар арқылы, сіз айту арқылы, миыңыз қабылдамаса да айта беріңіз, жаза беріңіз. Соған қандай да бір 0-0-1 әрекет жасаңыз. Ең болмағанда подкаст тыңдаңыздар. Ең болмағанда бір байлардың жасап жатқандарын, қандай да бір өзіңізге өзгеріс жасайсыз. Бұл нейрондар әрекет жасау арқылы сіздің бүгіннен бастап, осы видеодан көріп бастағаннан бастап, бүгіннен бастап жазыңыздар өзіңізге. Менің айлық табысым $1 миллион. Иә, $1 миллион. Неге $1 миллион? Ой, қайдағы $1 миллион? Миыңыз қарсыласып, мазаңыз қашып қалуы мүмкін. Мен өзімде сондай болғанда. Бірақ осыны қайталау арқылы кәдімгі телефонға заметкаға қойыңыздар, жаз деп атады, жазыңыздар, вибрация шығарыңыздар, квантовый физика оқыңыздар. В общем, қандай да тегін ақпараттар толып тұр ғой, солай жасаңыздар. Мидағы нейрондар обязательно ояна бастайды. Ол жаңа нейрондарды қабылдай бастайды. Жаңа нейрондар бір-біріне қосыла бастайды. Яғни байлық жайлы, ішті тазалау керек, мынандай істеу керек, вибрация деген сияқты. Содан мен сізге гарантия беріп айта аламын. Шын, например, ол дәлелденген, мен өз басында дәлелденген. Яғни сіз ең бірінші вибрация қалай шығады, сол вибрацияны аласыз да, ол міндетті түрде қайтып келеді. Яғни мен $1 миллион. Конечно, мен үйде отырмын, қайдағы, мен мынанша минуста отырмын деуіңіз мүмкін, бірақ ол действительно работает. $1 миллион. Қазіргі табысыңыз 100 000 болсын, білмеймін, 50 000 болсын, білмеймін, вообще минуста отыруыңыз мүмкін, білмеймін, үйде отырған ана болуыңыз мүмкін. Қандай да бір причина болады, осындай айта беруіңіз арқылы сіз ең болмаса онлайн жұмысқа, немесе біздің куратор болып кетуіңіз мүмкін, курс алып, жақсы оқып, үйреніп. Қазір біз Алланың қалауымен қазір мен 4 кураторым бар, 4 кураторға мен зарплата беріп отырмын. Ол үйде отырып сұрақтарға жауап беру арқылы ақша тауып отыр да. Яғни қандай да бір мүмкіншілікпен сіз қазіргі табысыңыздан міндетті түрде увеличение болады. 365 күн, жарайды, 365 күн жасай алмасаңыз, миды қиындатпаңыздар, миға шаршатпаңыздар. Ойбай, бір күнде мынанша кітап оқу керекпін, мынандай подкаст тыңдауым жоқ. 1 минут визуализация жасаңыз, 1 минут армандаңыз, 24 сағаттың 1 минутын өзіңіз үшін арнаңызшы, даму үшін. 1 минут жетеді. Дисциплина, тек қана тоқтамай, күнделікті 1 минут армандаңыз, идеал күніңізді армандаңыз. Например, мен мына машина аламда, осындай салоннан алғанымды сезімім қалай болады, оны трассада қалай жүремін. Например, мен армандаймын өзімді. Жаңа машина сатып алып, ауылыма жаңа машинаны өзім айдап барсам, өзім полный Алматыдан Өзбекстанға өтіп, солай бір күшті болып барсам деп армандаймын. Мен өткен жыл Аллаға шүкір бардық, о кезде күйеуім ортамызда машина. Мен өзіме хочу, да, яғни я хочу деген сияқты. Сол себепті қатты усердно, в общем, ақша табу үшін жатып, былай істеген емес, обязательно тұрып бірден істеу керек, да. Пахат ету керек, действительно. Өмірде былай ғой, егер де біз қазір бәрінде мынандай жағдайда қатты сөйлесем ренжімеңіздер, потому что бұл уверенностьпен айтып жатырмын. Мен сіздерді жамандау емес. Если вам это нехорошо, просто шығып кетуіңізге болады. Өз таңдауыңыз. Бізге всегда таңдау берілген. Сол сияқты вибрация. Егер бізде толқын бар да, осы видеоны көріп тұрған әрбіреуіңізде қандай да бір қыр бар, қандай да бір кванттық әлемімізде қандай бұрыш бар, көп бұрышты. Сол бұрышымыздың қандай да бір вибрациясы бір-біріне жақын болып тұр ки, екеуі бір-біріне ұнап тұр. Сол себепті біз сізде, менде бір-бірімізді көріп, біліп, тыңдап отырмыз деген сияқты. Мүмкін менің сөйлеу манеріміз бірдей болатын, мүмкін қасымыз бірдей болатын шығар, мүмкін, білмеймін, тырнағымыздың өсуі, қандай да бір өзімізде бір өзгеріс, бір қырымыз бар, сол толқын арқылы біз біріміз тартып тұрмыз да. Тура сондай толқындарды өзіміз жарата аламыз. Ол дәлелденген, бәрі айтып жатыр. Например, элементарно, мен қазір оқып жатқандарымды айтайын, тез сөйлеп жатырмын.
Қараңыздар, мен бисмилля деп осы eBay'ді бастадым. eBay'де көрем, жасайым деген жоқпын. Мен табыс табам дедім. Аллаға шүкір, заказ түсіп деп ойлаған жоқпын. Яғни ол толқында мен өзімнен бірінші қандай вибрация шығардым, сол вибрация келеді да. Так, сондай. Одан кейін элементарно айтатын болсам, мен өзім мектепте о басында логика қоспау керек та. Бұл жерде логика бар жерде егер кванттық әлем жұмыс жасамайды. Себебі логика ол мынау жақсы, мынау жаман деп тексеріп отырады. Ал мида фильтр жоқ. Сіз жақсы ойласаңыз, жаман ойласаңыз, ол вибрация шығарып жүре береді. Көп адам түсінбеуі мүмкін, сен қандай көп адам түсінбеуі мүмкін, сен қандай нәрсе айтып жатсың деуі мүмкін. Түсінбеуі мүмкін. Бірақ та мен сізге айтайын, бұл қалай? Например, вибрацияны қалай түсінеміз? Бірінші вибрация. Біз бірінші вибрацияны шығарамыз, ол сол ғана орындалады да, екінші вибрация емес. Бірінші қай вибрация шықты бізден, сол вибрация бізге қайтып келеді. Бұл дегеніміз, например, қазір күйеуім жұмыстан кешігіп жатса, ой, бір қызбен жүрмекен жоқ, астапыралла. Или болмасам, жолда бірдеңке болып қапты. Біз ешбір жақсы ойламаймыз ғой. Бізде ол қалыптасқан миымыздағы установкада айтамыз, анау машинасына бірдеңке болып қалмады ма екен? Вот біз ол нәрсені айтамыз, ол нәрсе болады. Кванттық әлемде физикада солай айтады екен, кванттық физикада. Әлем қызық та, бір нәрсе бар, бірдеңке бар, ендеше жоқ. Бұл осы сөз. Ол нәрсе бар, ендеше жоқ. Яғни сіз ол нәрсені бар десеңіз бар, жоқ десеңіз жоқ. Яғни сіз кез келген бизнесте, eBay болсын, немесе осы YouTube бастайын деуі мүмкін. Қандай да бір адамдар жеткен, оны істеп, мен де істеп көрем. Яғни көрейін бекен, мен де болып қалам екен, ақшамды шығаралар мекенмін, табыс табалар мекенмін, саудам болам екен деген ойларды просто шығарып тастау керек та. Просто нәтиже, последний мен осыдан мынандай табамын, мынандай болады деген бірінші ой шығармаймыз да. Жарайды, елдің, жұрттың бәрі істеп жатыр, мен де істеп көрсем, анау тапты, мен де таба аламын, анау тапты, мен таба алар мекенмін деген бірінші вибрация кетеді, бірақ таба аламын, одан кейінгі әрекеттеріңіз бесполезно. Поэтому бірінші вибрацияға мән беру керек біз екен. Одан кейін бағана сөз дұрыстап шешіп айтпаппын. Например, бұл әлем бар, ендеше жоқ деген мағынасы былай. Например, біз болады ғой, например, көз мұншақ па бірдеңкелер бұрын болатын еді ғой, тағып алсаң, көз тисе, сол не қып кетеді. Көз соған тиеді, маған тимейді деген. Ол ендеше соған сенеді, содан біреу жыртылып кетуі мүмкін, біреу құлап кетуі мүмкін, ол ашин жаны жоқ нәрсе ғой. Бірақ ол көз тиді мынаған, менен өтіп кетті, маған көз тимеді деп, ол өзіне сендірді. Значит, ол нәрсе жоқ. Біреу қарап тұрса да ол өтпейді, потому что мынау деп оған сеніп тұр да. Ол бірінші. Екінші, біреу айтады ғой, машина алма, ойбай, машинада авария болғандар көп, или болмасам, сен ескі машина ал, соға бересің бірінші алған кезде дейді. Ол оның қараған бұрышы, оның өзі физикави кванттық әлемінде алған бұрышы да. Кейін жоқ ой, қайдағын айтпаш, мен жаңа машина алам, по-любому соқпаймын, нормально жүрем дейтін болсаңыз, ол ендеше жоқ. Оның айтып атқаны ендеше жоқ. Ол сіз не айттыңыз, сіздікі бар да. Барлық жерде сондай. Поэтому оқуда да, бизнесте да, өмірде де, пожалуйста, құрметті қазақ елі, құрметті интернетте, осы менің кішігірім әлемімде, кішігірім каналыма кіріп отырған жандар, Алла разы болсын. Қалай айтсам екен? Самый главный бастаңыздар. Самый главный бастаған кезде хоть мен айтам, например, 1 миллионға болсын мен консультацияларға барамын негізінде да. Мен негізі сіз қанша ақша білімге өзіңізге жұмсай аласыз, сонша ақша келеді да сізге. Ол дәлелденген. Одан кейін ол ой, қымбат алсам болды екен, мен дамып кетем деген нәрсе емес. Ол мимен бірге даму керек та. Яғни осы нәрсені вибрация беру арқылы. Тура солай біз өз-өзімізге вибрация бердік. Енді жұмысқа қайтайық. Түсіндіре алдым деп ойлаймын. Енді түсіндіре алмаған болуым да мүмкін. Енді бұл менің каналым, және де мен как я хочу, так и говорю деу мүмкін. Яғни бұл әлемде бәріміз бір дейміз. Бәріміз бір дейміз. Ешкімнен артығы жоқ, ешкімнен кемі жоқ деген сияқты. И бұл өмір бір-ақ рет жасаймыз да. Мен соны түсіндім. Мен эмоциям, энергиям беріп тұр деп ойлаймын. Бары прям эмоциямен айтып жатырмын. Мен бір жұмыстар бастадық, проекттерді. Бисмилля деп. Последний ақшамызға да товар алдық, бірақ барлық өзінен өзі құралып кетті да. Жоқ жерден бізге 2 миллион түсіп қалды.
2 миллионға товар алдық. Қазір бізде наличие премиум вообще әлемде жоқ, Қазақстанда жоқ премиум товарлар қолымызда тұр. Еще мен Қыран мырзаның курсын алған болатынмын, сол жерде премиумдар алғандардың одан да качествосы мықты да. Машалла, Алланың құдіреті дейміз да. Яғни біз ниет еттік, осындай жақсы болса екен, ертең товарлар жеткенде адамдар проблема болмайтында дедік. Вообще супер качестводан алдық. Так, оны көрсетпеппін, көрсететін боламын. Суретін мына жерге қойып қоямын. Действительно әдемі да, ол видеосымен көрсеңіздер вообще зор. Сол сияқты біз басында $100, $200 де бастадық, құртпен де бастадық, көрдіңіздер. Енді мен миым прям атылады да мына бағаларды көрген кезде ше. 20 мың, 40 мың доллар. Неге, почему бы нет? Біз Қазақстанға ойлаңыздаршы, курсқа дарайт, мен өзім 1 миллион 200 төледім, былайша айтып, миллионмен есептейік. Например, миллион теңге оқуға құрттыңыз, біліміңізге, оборотыңызға, в общем, миллион теңге есептейікші. Миллион теңгеңізді сіз бір товар, миллион теңге қанша доллар болады? 2000 доллар, 2300 доллар болады примерно. Яғни ол ақшаны сіз бір сумкадан бір сауда жасау арқылы сіз курсқа берген 1 миллион теңгеңізді, курс оборот үшін бәріне, білімімізге, сол бір курс, бір товарды сату арқылы, яғни біз берген товарды сату арқылы, сіз ана 1800-ге сол ақшаны шет елден Қазақстанға алып келесіз қой. Түсініп тұрсыздар ма? Яғни біз экономикаға да пайдамыз тиеді. Сіз, например, қиналмайсыз, бірақ минут уақытыңыз кетеді прогревке. Бір 20-30 күн тек қана бір прогрев жасап, сұлып, аккаунтыңыз дайын болды, товар қойдыңыз, товар сатылды, пожалуйста, воля, ақшаңыз қалтаңызда. Это нормально, да, вообще нормально емес, вообще зор, былайша айтқан кезде. Ондай мүмкіндік қай атамыз, қай апамыз бір $1000 тауыпты негізінде де бір товардан. Сол себепті здесь можно. Одан кейін премиум десек өтірік болмайды ма, оригинал емес қой деп маған айтады, шариғат бойынша мынандай ғой, дұрыс, әрине. Бірақ біз ол жерде обязательно, оның ішінде 98%, Қыран мырзаның өзінің сабағында да біз VIP несінде, менторбасында айтады, 98% бұл жерде премиум дейді. Қымбатқа сатып атқандар. Потому что оригиналдың өзі тұрмайды. Герместің өзінің сумкасына, сайтына кірсеңіз 1,5 жыл очередьте тұрады екен. Сол сумканы алу үшін. Ол сумка 168 мың, 200 мың доллар тұрады. Енді 200 мың, 168 мың күтіп отқанша, мынандай платформалардан қарап отқаныздар 60 мыңға, 40 мыңға, елмесе 20 мың долларға премиум товарын алған ыңғайлы. Өзімізге де енді қазір бренд алуға ақшамыз болмаса ойбай деп отпаймыз ғой, одан кейінгі качествосы аламыз. Бұл жерде 98% премиум товар екендігін өзі дәлелденген, яғни біледі адамдардың өзі де оригинал ма деп сұрап, оригинал дейміз ол, конечно, бірақ ол жерде чегін бәрін жасайсыз, ол бірге бір да товарыңызға сенімді ретінде ғой, тура сондай. Енді ол біз адам алдау емес, действительно сол баға. Например, оригиналдары Шанель сумкаларында, мен мына Гуччи деп қойын, мына жерге қойын, Гуччи деген, осының оригиналдарының бағасы 7 мың, 8 мың, ол eBay'дің өзінде болып тұр, сайттың өзінде 30 мың доллар болып тұр. Енді 30 мың доллар мен біздің сатып жатқан 2 мың доллар. Қайсысы арзан? 2 мың доллар. 2 мың долларға оригинал ама аламайды. Бірақ качествосы қараса түрінен әдемі, бәрі жақсы. Алғаннан кейін қолыңызға көргеннен кейін действительно жақсы екен деген сияқты качествосы 2 мың долларға стоит деп алатындай товарларда. Түсіндіріп бере алдым, енді біз оригинал тапсаңыздар вообще супер. Оригинал таба алмасақ, осыны мен жұмыс жасаймын. Бұл енді бір оригинал ғой, мен сізге айттым, бірге бір, в общем, оригинал. Ондай Қазақстан жалғыз бізде, шын айтайын. Яғни Алладан тәуекел етіп сұрадық, Алла тағала болды, біз оны алып, еще товар қойдық, қарап отқандарыңызды бірден осы 3 аккаунтпен 6 мың доллар жасадық. Қазір мен өзімде осы сумканы қояйын деп жатырмын. Яғни аккаунтын енді мен Қазақстанға, қазақтарға алып жатқан обучение жаңа потоктарымыз барлығын айтамын. Мидағы шектеу екен. Мен де бірінші товарларымда қорт, анау-мынау деп миға шектеу қойып, кім алады оны, 50 долларға кім алады екен, 100 долларға емес. Оказывается, здесь можно. Zik Analytics біздің жаңа потогымызда аналитикалық сервис беретін боламыз. Сол сервистер берілетін болады. Именно менторствоға келген, жоғары курс нелерге товарлар тегін беретін боламыз. Пожалуйста, алдыңыз, товар қойдыңыз, саттыңыз. Миллион теңге қалтаңызда деген сияқты ғой. Пейнерға дұрыс жасау. В общем, бір товар сатасын, екінші товар, в общем, ақшаңызды алып, сондай сопровождение, сондай бір күшті бір жағдайлар жасап жатырмыз, потому что өзім ұрынғаннан кейін аккаунттың банға кетіп деген сияқты. Здесь, значит, мен білдім, оказывается, мынандай істеуге болмайды, мынандай істеуге болады деген сияқты. Мен одан ренжіп қапа болған да жоқпын. Әрине, сенде ақша бар ғой деуіңіз мүмкін.
Менде де ақша жоқ. Біз бизнесті не үшін жасаймыз? Не үшін eBay-мен айналысамыз? Неге мен маған мына YouTube-ға сіздерге айтып отырмын ғой, видео түсіріп жатырмын, оны монтаждаймын, например. Енді ол да жұмыс қой. Например, ол үшін маған ешкім ақша бермейді. Просмотрны вообще тиын ғана түседі. Бірақ бұл менің таңдауым. Мен өстіп сөйлеуім, осындай жазауым. Яғни мен өз толқыным бар, өзімнің потогым бар. Осыны я хотела, істедім. Бірақ бұны істемесем де ешкім маған ақша да бермейді. Например, неге жасап жатсың, анау мынау. В общем, сіз өзіңіз қалай таңдайсыз, сол өмірде өмір сүреміз. Енді мен басында ойлайтынмын, 2-3 миллионға өзіме бір машина алып алсам деп, өткенде видео айтқан едім ғой, жаңа жылға дейін деп. Жоқ, неге өйтіп миға шектеу қою керекпін? Оказывается, мен қараңыздар, мен ойладым, миллион табу үшін қалай стратегия, сіздерге тегін стратегия берейін. 2 аккаунт ашасыз, үйде 2 адам бар ма? Неше адам, қанша адам? Ата-енемге ашып тастағам. Балама ала қалса, мұраға қалдырам деп отырмын сол бір аккаунтымды. Және прокачанный, нормальный деген сияқты. Енді қараңыздар. Ертең ол балам оны жұмыс жасаса да, жұмыс жасамай аккаунтын сатып жіберсе да, оған, пожалуйста, можно да? Яғни ол инвестиция для себя, балама ертең бірдеңке бере алатындай. Ол балам енді 2 жаста. Ол 10-15 жасқа келген кезде уже аккаунтта нормальный жүріп тұрған аккаунтты берем, немесе сатам десе, оны нормальный ақшаға сатады деген сияқты ғой. В общем, біз анау басқалардан, в общем, көп сөйлеп жүремін ғой, анаға өтіп кетемін ғой, кешіріңіздер. В общем, стратегиясы былай. 2 адам дейік, минимум 2 аккаунт ашасыз, яғни ID бөлек болу керек. Wi-Fi біреуінің бір фишка, например, бір телефонның модемін қосасыз. Жақсылап тыңдап алыңыздар. Бір модемнің қосасыз, ол модем ID адрес болады. Ол адреске мына екінші телефонды сол модемге улайсыздар, яғни точка доступпен. Сонда ол қай Wi-Fi мен қосылып отыр, мына телефонмен да. Вот сомен ашасыздар. И мына екінші телефон ашатын кезде екінші телефонның Wi-Fi-ны қосасыздар. Немесе үйдің Wi-Fi деген сияқты. Яғни екеуінің Wi-Fi бөлек-бөлек ашасыздар. Біреуін ашып қоясыздар, екіншісіне де яғни документін өткізіп, прогрессті бірге жүргізіп отырсаңыз, 2 аккаунт дайын болды сізде, 2 аккаунт дайын болды.